Жаңа жер бірінші бөлімнің 19-шы тарауы. Ерікті өзге ғаламшарлық. Мириам белгісіз ұшатын нышанды көрдім деп ойлады. Оны өңінде көрді ме, әлде түсінде көрді ме, соны білгісі келді. Сеанс кезінде осыны білгісі келді. Мен оны оқиға болған күнге ауыстырдым. Ол жатын бөлмесінде отырды. Мен одан не көргенін сұрағанымда ол бөгеліп, абыржып тұрғандай болды. Қайда тұрғанымды білмеймін. Ештеңе көріп тұрған жоқпын. Бұл менің үйіме ұқсамайды. Долорес: не сезіп тұрсың? Мириам: денемді бірдеңе басып тұрғандай, әсіресе диафрагмадан ектің арасын басып тұр. Күшті, қатты. Гипноз арқылы бұған ешқандай алаңдамай әрі қарай айта бер деп көндірдім. Мириам: кеудесін бірдеңе қысып тұрған секілді. Енді міне бүкіл денесін қолында қысып барады. Ол күйіп жанып, денесі ауырлап барады. Өзімді бір түрлі сезініп тұрмын, бірақ ештеңе көрмеймін де, естімеймін де. Мен оған не сезгеніңді бүкпесіз айтсаң, бәрі анықталады деп айттым. Мириам: контейнердің ішінде секілдімін. Қандай жағдай болмасын, ол тығыз жабылған контейнер. Өйткені ол контейнердің ішінен басқа нәрсе көрмеді. Мен қатты ауырмын. Мен оның не екенін түсінбедім. Мен оны осы контейнерға кіргенін бұрынғы уақытқа ауыстырдым. Бірақ сонда да әлгіндей сезімде болды. Содан кейін мен оны алға қарай контейнерден шыққан кезіне ауыстырдым. Долорес: қазір қайдасың? Мириам: тот баспайтын болаттан соғылған жәшік сияқты. Ішіне адам салуға болатын геометриялық жабық металл қорап. Ол цилиндр тәрізді, бірақ мен ішінде ұзыннан түсіп жатырмын. Абдырап: ол менің кеудемді сипағандай болды. Бұл пайдалы емдік энергиямен байланысты. Ыңғайсыз жатып қалсам да еш жерім ауырмады. Ол менің денемдегі энергияны теңестірді. Өйткені энергия тепе-теңдігі бұзылған. Неге екенін білмеймін, бірақ мен осындай ем алдым. Долорес: не үшін екенін білетін боласың. Саған ақпарат келеді. Мириам: есіме түсті. Мені кішкентай жансыз адамдар емдеді. Эмоциясы да жоқ. Долорес: оларды көріп тұрсың ба? Мириам: мен оларды көріп тұрғаныммен олар ашылып сөйлеспейді, тек жұмыс дегенді біледі. Олар өз жұмыстарын ешқандай эмоциясыз, қызықпаса да істей беретін биологиялық құлтемірлер, яғни кішкентай сұр адамдар деп ойладым. Бірақ оларды сипаттап бере алмады, өйткені олар бұрын көргендерінің ешқайсысына ұқсамады. Олар әрине фильмдер мен кітаптардағы әдеттегі өзге ғаламшарлықтарға еш ұқсамады. Олар ұзын бойлы, арық, кескіндері жануарларға ұқсайды. Мен оларды анық көре алмадым. Шамасы мен оларды көргім де келмейтін секілді. Түрі бір түрлі көрінеді. Мен өмірде де, кітаптан да, түсімде де бұларға ұқсас ештеңе көрмедім. Олар адамға мүлдем ұқсамайды. Терісі жануарлардың терісі сияқты, бірақ жүні жоқ. Түсі тышқанның түсіне ұқсайды. Олар ештеңеден қорықпайтын сияқты. Ол түсіндіріп, ештеңе айта алмаған соң, одан бөлмеге назар аударуын өтіндім. Мына жәшік клиникалық құрылғыға қатты ұқсайды. Маған қарама-қарсы бөлменің есіктері орналасқан, ал қораптың артындағы білмеймін. Үлкен көлікке ұқсайды, өте күрделі нәрсе. Мен бұл ярдтар мен футтарды жақсы білмеймін, бірақ 12-де 12 метрге дейін бөлме болуы мүмкін. Долорес: бұл контейнерге қалай тап болдың? Егер есіңе түспесе, олардан сұра, айтып береді. Оларға біз осыны білгіміз келеді деп айт. Мириам: денем төсекте жатқан сияқты. Физикалық өмір сүруіме мүмкіндік беретін эфирлік денем контейнерге салынған сияқты. Оларға менің физикалық денемді алудың қажеті жоқ секілді. Егер эфирлік денемді физикалық денеге кері қайтарса, ол физикалық денені емдеп алады. Олар маған дәл осылай жасады. Долорес: ол қандай жер? Олар қандай жер екенін айтып бере ала ма? Мириам: бұл менің үйіме жақын жер секілді. Айтуларынша, олар адамдардың физикалық дене бітімінің жақсы болуын қадағалады. Емдеу үшін осында алып келді. Бұл шағын далалық госпиталь сияқты. Олар кейбір адамдарды бақылап отырады. Егер олар бір проблема көрсе, оларды осы мобильді ауруханада емдейді. Физикалық денедегі энергия балансын қалпына келтіреді. Бұл әдеттегі процедура. Олар мұны өздері білетін немесе бақылайтын адамдарға істейді. Бірақ біз оларға ұқсамаймыз. Долорес: ол кеңістікте орналасқан ба, әлде жерде ме? Мириам: ауада орналасқан.
Долорес: демек, олар сенің эфирлік денеңді сол жерге апара алады деген сөз. Олар сені бұлай бірінші рет емдеді ме? Мириам: бұрын ауырған кезімде де емдеген. 6 жасымда ревматизмнен ауырғанымда да олар мені алып кеткен. Долорес: ол кезде не істедің? Мириам: емдеді. Олар сол кезде де мені сол цилиндрдің ішіне салып емдеді. Олар физикалық денені алған жоқ. Долорес: олар саған қамқор бола ма? Мириам: солай деп ойлаймын. Долорес: неге олар сені бақылайды? Мириам: олар мені айтады: о Құдайым, олар маған сен де біз сияқтысың деп айтады. Сенгім келмейді. Мен де солардың бірімін бе? Білмеймін, о Құдайым ай. Олар шынымен де біртүрлі. Оларда жерден еш кездестірмейсің. Долорес: адамдар олардан қорқып кетуі мүмкін бе? Мириам: қорыққанда қандай? Мен оларды бұрыннан білдім, бірақ егер солар алып кетпесе, мен қалай контейнерға кірдім? Мен олар емеспін, бірақ солардың бірі болдым. Мен біраз уақыт солардың бірі болдым, сондықтан олар мені бақылап, қажет болса көмектеседі, өйткені олар осы ғаламшарға көмектескісі келеді. Бірақ көмектесе алмайды, сондықтан олар маған көмектеседі. Долорес: егер олар делдалсыз көмектескісі келсе, адамдар олардан қорқа ма? Мириам: иә. Долорес: сондықтан оларға жұмыс істейтін адамдар керек пе? Бірақ сен олардың бірі болдым деп айттың. Бұл жерде басқа өмірді айтып тұрсың ба? Мириам: иә, мен өмір бойы сонда болдым. Мен олар тұратын жерде, олардың ғаламшарында, олардың базасында болдым. Олар маған бәрін көрсетті. Менің көргенімнің бәрін. Түсі болмады. Өздері сияқты сұр болған сияқты, бірақ олар өте мейірімді. Олар өте мейірімді және ақылды, шебер және жақсы ұйымдастырылған. Бұл өркениетті әлем және олардың ғимараттары өте биік. Металл ақсайды. Шеңберлер, тіктөртбұрыштар немесе квадраттар түрінде емес, көлбеу етіп салынған. Біз олай салмаймыз. Мен онда көп өмір сүрдім. Долорес: ол жерде бақытты болдың ба? Мириам: бақытты ма? Мен бақытсыз болған жоқпын. Мен бақытты болдым ба? Мен қауіпсіз болдым. Бұл айтқаны қисынды сияқты, себебі оларды эмоционалды емес деп айтты. Мен бұл тіршілік иелері туралы көбірек білгім келді. Мен оның жауаптарын қайталап айтайын. Олар жынысқа бөлінеді, өйткені олар еркектерін де, әйелдерін де көрген. Бірақ олар балаларын көрмеген. Мүмкін балалары басқа жерде шығар. Олардың ас қорыту жүйесі бар, және күн сәулесінен жасалған макарон сияқты бір оның дым дәмі жоқ. Олар жай ғана өмір сүру үшін жейді. Тамақтың өзі маңызды емес. Долорес: бұл жақсы жер сияқты. Неге ол жерден кетіп қалдың? Мириам: бәрі күнделікті қайталана береді. Ал мен қызық өмір сүргім келді. Долорес: ол жерден кету үшін дененің өлуі керек болды ма? Мириам: осы жерде басқа түрге ену деген сөзді қолданғым келеді. Денем болмады. Долорес: қайда баратыныңды қалай білдің? Мириам: ол жерде мен жер ғаламшарының суреттерін көрдім. Жердің көптеген нұсқасы болды. Түсі де әдемі, түрлі түсті, қызық, әрі тіршілік қайнап жатты. Мен жерді таңдадым, өйткені онда бәрі бар. Жытырман оқиғалар, түрлі түстер, әртүрлі жағдай, эмоция. Долорес: жерге бару үшін саған рұқсат алу керек болды ма? Мириам: иә, бұл толығымен келісілген. Долорес: жерге қалай келдің? Маған не болып жатқанын, бұл процестің қалай көрінетінін түсіндіріп айтыңызшы. Мириам: денем еріп, жоқ болып кеткендей болды. Бұл жүктеу станциясына ұқсайды. Кинода немесе сахнада ойнайтын актер сияқтысың. Саған өз рөліңе дайындалу керек. Кейіпкеріңнің кім болатынына дайындалу керек. Дәл осы рөлді ойнағың келетініне сенімді болуың керек. Бұл дайындық кезеңі. Егер сіз оны әлі де қаласаң, келесі деңгейге көтерілесің, соған бейімделесің. Қайда өмір сүргің келеді, қандай тәжірибе бастан өткергің келеді, не тапқың келеді. Содан кейін жүктеу станциясындағы адамдар жолға шығатын уақыт келді дегенше дайындаласыз. Сол кезде дүниеге келесің. Долорес: бұл қалай болды? Мириам: білмеймін. Дене дайын болғанда ғана кіремін деп шештім, туғаннан кейін. Долорес: жақсы идея. Мириам: мен де солай ойлаймын. Долорес: одан кейін не болды? Мириам: көз алдымнан өткен бірнеше өмірді көрдім. Соңғы өмір. Бұл сондай қызық. Долорес: Мириамның өмірінен басқа ма? Мириам: иә, соңғы өмір. Венадағы өмірім сияқты. Ол жерде өте бай тұрдым, өте танымал болдым, жоғары қоғамға жаттым. Мен мейрамхананың жанындағы террасаға ұқсайтын жерде тұрмын. Мен әйелмін, менде қалағанның бәрі бар, бірақ мен өз өмірімді жек көремін.
Долорес, неге өз өміріңді жек көресің? Мирям, шытырман оқиғаларды түрлі түсті жақсы көремін, бірақ ұқыпты және әдепті болуым керек. Шляпамен 10 қабат киім киіп керемет болып жүру керек. Долорес күліп, сен бұл үшін дүниеге келген жоқсың ғой, солай ма? Мирям, ол жерде эмоция, жылтыраған өмір, стиль болды, бірақ қым қиғаш оқиға болған жоқ. Мен дәстүрді ұстануым керек еді. Мен тағы бір өмірдің үзіндісін көрдім. Онда мен Бостоннан батысқа елдің екінші шетіне жаңа өмір бастау үшін бардым. Ол кезде де әйел болдым, бірақ ешқандай жалтыраған өмір, түстер, музыкада, даңқта, байлықта, ақшада болмады. Қым қиғаш өмір болды. Долорес, бұл бірінші өмірге қарама-қарсы ма? Мирям, толық қарама-қарсы. Мұнда қым қиғаш оқиғалар көп болады. Мен оны жек көремін. Саяхат кезінде туған 2 балам бар. Олар қайтыс болды. Біз фургонмен саяхаттадық. Бұл өте қиын саяхат болды. Мәңгі саяхаттап кететіндей болдық. Сол күйі барамыз деген жерімізге жете алмадық. Біз Орегонаға бет алған едік. Елестетіп көріңізші. Біз Вайомингке тоқтап, басқа адамдармен бірге сол жерде тұрдық. Сол кезде мен бұл әлемде Құдай жоқ деп айттым. Мен Құдайды тану үшін тағы бір рет келемін. Мен қайта келдім, бірақ дәл уақытында келдім бе, келмедім бе білмеймін. Енді Құдайды тануым керек. Долорес, сонда әр уақытта басқа мақсатпен келдің бе? Мирям, иә, бірақ осы ғаламшар әлгі сұр ғаламшарда емес. Маған ұнайды, маған жер ұнайды. Долорес, мұнда белгілі бір мақсатпен келдің бе? Мирям, мен жерге бірнеше рет келдім. Мұнда тағы не зерттеуге болатынын білмеймін. Мен адам денесінде жүріп, мүмкіндігінше Құдайды танығым келеді. Бұл өте маңызды. Мен бұл ғаламшарда да, сұр ғаламшарда да тумағанмын. Менің келген жерім Құдайды білетін жер. Мен жер тұрғындарының да сол жер туралы білгенін қалаймын. Долорес, ол жер қалай көрінеді? Мирям, мен түрлі түстерді, қуанғанды, эмоцияны көремін. Күннің шыққанын көремін. Бұл біз күнде таңертең көретін күннің шығуы емес. Мұнда әуен ойнап тұрады. Барлық жаратылыс күннің шығуын мадақтайды. Сондай қуанышты, о Құдайым. Осы ғой менің үйім. Бұл менің үйім. Долорес, бұл физикалық орын ба? Мирям, бұл физикалық орын болғанымен тығыз емес, бірақ физикалық жер. Ғаламшарда ғимараттар, амфитеатрлар, кристалдар бар. Бұл жерде жамандық жоқ. Жамандық деген біз үшін беймәлім нәрсе. Жамандық деген атымен жоқ. Долорес, бұл тамаша жер сияқты. Мирям, мен көрген ең керемет жер. Долорес, неге Мирямның денесі арқылы келдің? Нақты мақсатыңның қандай екенін білесің бе? Мирям, Құдайды тану үшін келдім. Жерге келіп еркіндікке шыққаннан кейінгі мақсатым балалардың да еркін болуына көмектесу болды. Оларға еркін болу үшін дегеннің не екенін білуге көмектескім келді. Бірақ мен адамдарға еркіндік алуға қалай көмектесетінімді білмеймін. Долорес, еркіндік дегенді қалай түсінесің? Мирям, кінәлі болмау, ұятқа қалмау, өз-өзін алдамау, жай ғана еркін өмір сүру. Долорес, адамдар еркін емес деп айтқыңыз келе ме? Мирям, жоқ, олар еркін емес. Кішкентай кезінен бастап оларды өздерінен кінәлі сезуге үйретеді. Мынаны бұзғаныңа ұялуың керек, өте жақсы баға алмағаныңа ұялуың керек, дін жолымен жүрмегенің үшін ұялуың керек, кінәң үшін ұялуың керек, сен енді тозаққа кетесің. Олар еркін емес. Долорес, бәрін өзгерту үшін келдің бе? Мирям, өзімнің де басқалардың да еркін болуына көмектесу үшін келдім. Иә, Египетте сол мектепте оқып жүрген кезімде еркін болғаным есімде. Мен не болғанын білмеймін, бірақ мен еркін болдым. Қара нәсілді ер адам едім. Мен мұның не екенін білдім. Міне, мен тағы да еркінмін. Мен оның әрі қарай не айтатынын білмедім. Бірақ сеанстың негізгі мақсаты кемеде болған кезі туралы көбірек білуім керек деп ойладым. Сонда сенің денеңді емдеу үшін жиі-жиі осы кемеге апарып тұрады ма деп сұрадым. Мирям, иә, қазір қалай болатынын немесе болашақта қалай болатынын білмеймін. Бірақ денемді жиі-жиі кемеге апарып тұрады. Долорес, энергия балансын қалпына келтіру үшін. Мирям, иә. Долорес, олар өз ғаламшарынан осы сапарға шыққан адамдарды бақылай ма? Мирям, иә, өйткені менің рухым сол жерде. Мен оның қалай аталатынын білмеймін, үнемі күшті нәрсені аңсайтынмын. Мен онымен және сол сұр адамдармен әлі де байланыстымын.
Долорес: жақсы, оларға тағы біраз сұрақтар қоя аласың ба? Мириам: мына сұр адамдарға ма? Жарайды. Долорес: Мириам өзінің денесінде импланттар бар жоғын білгісі келді. Осы туралы олар айтып бере ала ма? Үзіліс. Мириам: иә, олар менің денемде импланттар бар дейді. Долорес: дененің қай жерінде? Мириам: Құдайым, олар көп сияқты. Бұлай көп орнатуға бола ма білмедім. Менің құлағым арқылы тыңдау үшін құлағыма да имплант орнатқан. Менің естігендерімді естіп отыру үшін салған. Тіземдегі имплант үнемі мазамды алады. Асқазан, ішек жолдарым көп ауырды. Осы имплант ас қорыту жүйесіндегі ауруға бейімдейді дейді. Осыны және көк бауыр акупунктуралық медицинасын зерттеуім керек. Долорес: тізедегі импланттың асқазан, ішек жолымен байланысы бар ма? Мириам: байланысы болуы мүмкін. Долорес: Мириам маңдайында да имплант бар деп ойлайды. Мириам: иә, ол бәрін бірдей көрмеу үшін салынған. Әйтпесе ол мұнда қалғысы келмейді. Ол өзінің ғаламның шексіз кеңістігімен байланысын көретін еді. Долорес: бұл имплант үшінші көз аймағында ма? Болашақта оны көруге рұқсат етіле ме? Уақыт өте келе оның құлпы ашыла ма дегенді білдіре ме? Мириам: иә, уақыт өте келе ол еріп кетеді. Долорес: ол оң қолыма бірдеңе болды деп ойлайды. Мириам: бәрі түгел алынған жоқ, бірнешеу қалды. Оның белсенді болуына көмектесетін транзистор бар. Оның интроверсияға бейімі бар. Ол өз-өзінен жиі шығып кетеді. Бұл транзистор дененің қозғалысын, энергия ағынын ұстап тұруы керек еді. Бірақ енді оған қажет емес. Ыңғайсыз болып жиі ауыратын. Біз бұлай болғанын қаламасақ та, енді ол кінәлі екенін, ұят екенін сезбеу мүмкін. Енді оның өз энергиясы бар. Бұл имплант енді оның дене жұмысына әсер етпейді. Ол өз міндетін орындады. Долорес: оның денесінде тағы басқа импланттар бар ма? Мириам: ол ешқандай имплантқа алаңдамау керек. Олар тек пайдалы импланттар. Долорес: мен олардың кейбірін бақылау құрылғысы деп естідім. Солай ма? Мириам: иә, біз оны бақылап отырамыз. Оған енді кемеге келудің қажеті жоқ. Біз оның энергиясын сол жерде-ақ тепе-теңдікке келтіре аламыз. Долорес: ол денсаулығына байланысты бір нәрселер сұрағысы келді. Ол өзінің қан қысымы туралы білгісі келді. Мириам: біреуге қамқор болғанда, әлемді түзеткісі келгенде, бәрін емдеп, кімнің қандай мәселесі болса, соны шешіп бергісі келгенде қан қысымы көтеріліп кетеді. Сондықтан ол уақытша карман қабылдайды. Ол бұл ауыртпалықты өз мойнына алмау керек. Кімге көмектескен кезде қан қысымы көтерілетінін өзі бақылап отыруы керек. Долорес: қалай ойлайсыз? Бұл оның пациенттері ме? Мириам: пациенттерінің бірі деп ойламаймын. Өйткені мұнда тепе-теңдік бар. Ол өз жұмысын істеп, сол үшін ақы алады. Мириам емханада медбике болып жұмыс істеді. Сонымен бірге акупунктурамен де айналысты. Бұл тепе-теңдік. Бірақ оған достары келіп тұрады. Достары оның даналығына, қамқорлығына қызығады. Өзіне пайдалы болмаса да, ол жауапкершілікті білет. Бұл оған келген адамдарға көмектеспейді және бар салмақ өзіне түседі. Ол жауапкершілікті өз мойнына алмау керек екенін түсінуі керек. Бұл жай ғана нәрсе ғой. Ол адамдарды емдеуге тырысқанда объективті болуы керек. Оларды жай ғана тыңдау керек. Әркімнің мәселесін шешіп кетпеу керек. Жай ғана бақылап, олардың өз проблемасын айтуына мүмкіндік бергенімен ештеңені жүрегіне жақын алмау керек. Осылай үйренсе, қан қысымы көтерілмейді. Егер ол мұны істей алса, оңай саяхаттайды. Оның Құдайды тануға деген ішкі ұмтылысы оған өзі тыңдаған бағытта жүруге көмектеседі. Бұл кітаптан немесе біреудің үйренетін нәрсе емес. Оның Құдайды тануға деген ұмтылысы жұмысының дамуына көмектеседі. Долорес: бірақ дәрігерлер оған дәрі тағайындады. Мириам: ол жай ғана бақылап, бәрін дұрыс түсінсе, қан қысымы тұрақтанып, қалпына келеді. Ол біртіндеп улы дәрілерден құтылады. Долорес: дәрі ішуде құптамайтыныңызды білемін. Мириам: тек табиғи заттар пайдалы. Олар оған әсер ете бастайды. Мириам өз басынан өткен бірнеше оқиғаны тізіп, солар туралы көбірек білгісі келді. Сондай оқиғалардың бірі түнде ағасы екеуі көлікпен келе жатқанда болды. Ол төбеден ұшып жүрген белгісіз үш нәрсені көрді. Бұл одан қорқып кетті де түсі ме өңі ме білгісі келді. Мириам:
Бұл шынайы оқиға болды. Сіз айтқандай денеден тыс болды. Бұл үш өлшемді кеңістікте болған жоқ. Бұл алдын ала келісілген денеден тыс оқиға. Долорес: бірақ ағасы да қасында болды емес пе? Мириам: бұл алдын ала келісілген кездесу. Олар бұл туралы келісіп алды. Долорес: олар көлікпен келе жатырмыз деп ойлады емес пе? Мириам: олар көлікпен келе жатты, олардың есінде қалғаны осы. Олардың есінде көлік қалды. Оның есінде тек жеңіл көлік қалды. Шын мәнінде ол кезде көлік болған жоқ. Олар белгісіз ұшатын нышанды байқау үшін астральды жұлдызды жазықтықта кездесті. Олар сол жерде қалғысы келмеді де бірден денесіне оралды. Долорес: ол қорқып кеттім деп айтты емес пе? Мириам: иә, ол кезде тағы бір жағдай болды. Долорес: ол белгісіз ұшатын нышанды жаман нәрсе деп ойлады. Мириам: бұл ұшатын нышан емес. Ол денесіне тез оралуға мәжбүр болды. Оның ақыл ойы екі оқиғаны байланыстырды. Бірақ бұл жаман оқиға емес. Бұны қорғаныс естеліктері немесе қабаттасу деп атайды. Онда сіз бір нәрсені көргендей боласыз, ал шын мәнінде мүлдем басқа нәрсені көресіз. Бір нәрсені істеп жатырмын деп ойлайсыз да, шын мәнінде басқа нәрсе істеп жүретінімізді енді түсіндім. Мириам көлікпен келе жатырмын деп ойлады, ал шын мәнінде денесінен шығып кетті. Қорғаныс естеліктерін өзге ғаламшарлықтар адамның түп санасының көмегімен істейді. Сондықтан қауіпсіз және қорқынышты нәрселер есте қалады. Сондықтан мұндай жағдайда көрген нәрсеге сене берудің қажеті жоқ. Ол таудағы фермада тұрған кезінде болған бір оқиғаны да зерттегісі келді. Ол кезде үйде қандай да бір энергия кіріп кетіп, үй қозғала бастады. Бұл бірнеше рет болды. Мириам: бұл болған оқиға. Оны басқа адамдар да көрген. Бұл оның ойлау деңгейін дамытып, көптеген тәсіл болатынын қабылдау үшін үш өлшемді физикалық нысанды көруім керек деп ойлауын қойды. Ол үнсіз тұрды да күліп жіберді. Белгісіз ұшатын нышан тек ұшатын тамақ емес. Олардың кейбірі биологиялық түрге жатады. Олардың бойы 5 фут боп көрінеді. Бірақ егер оларға жақындасаңыз, олар 5 мильге дейін созылады. Бүкіл ғаламшарды қамтитын тербелістер бар. Долорес: бұл тығыздық емес пе, тербеліс пе? Мириам: бұл тығыз үш өлшемді нысан емес, тербеліс. Долорес: сондықтан үй тербеліп қозғалды ма? Мириам: иә, олар таудағы үй артынан үш өлшемді нысан көргенін еске алды. Ол бір түрлі болып бара жатқан соң үйге кіреді, бірақ қайта сыртқа шықты. Өйткені егер біреу онымен байланысқысы келсе, неге үйде жасырынады? Олар бәрібір келеді. Содан кейін бәрі тоқтады. Басқа да нысандар бар. Ол мұндай көрінбейтін ұшатын аппараттарды 2 рет көрді. Оларды көру мүмкін емес, бірақ сезінуге болады. Осы жұмысымның барысында көп жағдайда өзге ғаламшарлықтар мен физикалық байланыстар жасайтындар өз адамдарын бақылайтын тіршілік иелері екенін анық болды. Жерге келуге бел буған батыл жандарды бақылайды. Олар мұнда жалғыз жүрмейді. Оларға қамқор болатындар көп. Жер біз білім алу үшін баратын мектеп, бірақ ол жалғыз мектеп емес. Сіз басқа ғаламшарда, басқа өлшемде өмір сүрдіңіз. Сіз тіпті елестете алмайтындай көп нәрсе істедіңіз. Соңғы бірнеше жылда мен бірге жұмыс істеген адамдардың көбі бақытты әрі жарық тіршілік иесі болатын өмірге қайта оралды. Олардың тығыздығы күшті, әрі жердегі жаман ортаға баратындай еш себебі болған жоқ. Олар осы сағатта адамзат пен жерге көмектесу үшін өз еркімен келді. Мен жер бетінде өмір сүретін жаңа жандардың 3 толқынын кездестірдім. Олардың дәл осы сәтте келген себебі жер бетінде көптен өмір сүріп жатқан адамдардың кармасы жиналып, алға жүре алмай қалды. Олар жерге келгендегі негізгі мақсатын ұмытып кетті.